Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен Құлманов Дәуренбек, Түркістан облысы Отырар ауданы тумасымын. Кәсіпкер жеке су шаруашылығында 25 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Ағымдағы жылғы жолдауыңызда оңтүстік өңірдегі су тапшылығын мәселелерін көтеріп, қатты сынға алып, бағыт бағдарлама бердіңіз. Осы өңірдегі су саласында бірден бір шешімін табатын ұсыныспен әлеуметтік желі арқылы Қасым-Жомарт Кемелұлы өзіңізге арнайы шығып отырмын. 2025 жылы Отырар өңірінде инвесторлар 30 мың гектар алқапқа мақта егіп, алдағы жылдары инвесторлар егіндік жер көлемін едәуір көбейтуді көздеуде. Осы орайда инвесторлардың қаржылық мүмкіндігімен келісе отырып, өздігінен ағатын Әмір Темір каналы және Байырқұм каналы құрылысын қолдап, оны жүзеге асыруына ықпал етуіңізді сұраймын. Әрине, бұл өздігінен ағатын ағын су жобасы инвесторларға да ұнайды. Арыс қаласы, Түркістан қаласы, Отырар, Ордабасы, Сауран аудандарын су тапшылығын жойды шешеді. Және өздігінен аққан ағын су арзан болатыны бәрімізге мәлім. Рахмет. Түркістан және Қызылорда облыстары тұрғындары мен экономика салаларын су басудан қорғау мақсатында Сырдария өзені арнасында Көксарай су тоспасы және өзеннің оң жағалауынан Көксарай су реттегіші салынған болатын. Аталған кешенді құрылысты осы мақсатта пайдалана отырып, өздігінен ағатын Әмір Темір каналы құрылысын салу арқылы Шәуілдір, Арыс Түркістан суармалы алқаптарын және Шошқакөл айдынын тұрақты ағын сумен қамтамасыз етуді ұсынамыз. Сағасы су жеткізуші каналдың Көксарай су реттегішіне құяр алдынан басталатын су өтімі 15 кубометр секундта. Әмір Темір каналы темір бетонмен қапталып, су реттегішінен Сырдария өзеніне су тастайтын канал үстімен акведук арқылы кесіп өтіп, бұрынғы Сырдария Арыс Шәуілдір үстеме каналы трассасымен Шәуілдір бөгеті алдынан Арыс өзеніне құяды. Арыс өзенінен тасқын суды өткізу мақсатында жер канал 30 метр куб секунд су өтімімен Шәуілдір Ақдала автожолы, Арыс Түркістан бағытындағы теміржол көпірі және Шәуілдір Төрткүл автожолын кесіп, су Шошқакөлге өздігінен жеткізіледі. Шошқакөл айдынына 600 миллион кубометр су көлемі вегетациядан тыс мезгілде жиналады. Қазіргі уақытта Шошқакөл бірнеше көлдерге бөлініп, жыл сайынғы өзендер суы тапшылығынан тиісті көлемдегі су жеткізілмеуде. Көлдер жүйесі экологиялық апат алдында тұр. Көлдің айдыны табиғи деңгейге жеткізілген жағдайда қоршаған ортада қолайлы жағдай туғызылады. Экологиялық тұрақтылық қалыптасады. Әмір Темір каналы салынса, Шәуілдір суармалы алқабына Арыс өзені мен вегетациялық маусымда келетін су мөлшерін Қараспан су торабынан Бөген су қоймасына бұру мүмкіндігі болады. Нәтижесінде Арыс Түркістан суармалы алқабы қосымша 60-70 миллион кубометр сумен қамтамасыз етіледі. Шошқакөл жағалауы мен айдынын демалыс орындары, су спорты және кіші және орта кәсіпкерлік дамып, жаңа жұмыс орындары ашылады. Мен ұсынып отырған өздігінен ағатын Әмір Темір каналы жобасын жүзеге асыру арқылы су жеткізу қызметі төлемі арзан. Алқапқа тұрақты су жеткізу және көлге су жинау, елді мекендерді тасқын судан қорғау. Арыс Түркістан суармалы алқабына қосымша су жеткізу. Жазғы аптап ыстықта Түркістан қаласына қолайлы климат қалыптастыру. Қаратаудың күнгей беткейінде мал жайылымы, жем-шөп қорын жасақтау. Сондай-ақ кейінгі жылдары тамыз-қыркүйек айларында Сырдария өзені суы үзіліп, Арал теңізіне су жеткізу қиындық туғызуда. Сырдария өзені жоғары ағысынан келетін су жеткенше Шошқакөлге жиналған су көлемі осы қиындықты ішін әрі жоюға мүмкіндік береді. Жобаның болжамдық құны 30 миллиард теңге, өтеу мерзімі 5-6 жыл. Құрметпен жоба авторы жеке кәсіпкер Дәуренбек Құлманов.